Қазақстанда осы жылдың бірінші тоқсанында еңбекпен қамтылған халықтың 73% жалдамалы жұмыста. Халықтық аз орналасқан аймақтарда жұмыс күшінің 10% шоғырланған. 2016 жылдың бірінші тоқсанында еңбек нарығында айтарлықтай ештеңе өзгерген жоқ, бірақ экономикалық белсенді азаматтардың саны 0,1%-ға, жұмыспен қамтылғандардың саны 0,2%-ға өсті. 95%, яғни 8,4 миллион азамат тұрақты жалақыға жұмыс істеген, 6,2 миллион адам жалдамалы қызметте болған. Ал өзін жұмыспен қамтамасыз ететіндер жалпы жұмыс істейтін халықтың 26,3%-ын құрады. Ақмола, Маңғыстау және Атырау облыстары еңбек күші құрамына кірмейтіндер, яғни студенттер мен зейнеткерлер саны бойынша соңғы орында. Ал Алматы, Қызылорда, Маңғыстау және Солтүстік Қазақстан облысы экономикалық белсенді халықтың үлесі артқан. Оңтүстік Қазақстан облысы, Алматы облысы мен Алматы қаласында 3 миллион экономикалық белсенді азамат шоғырланған. Бұл экономикадағы жалпы жұмыс күшінің 13%-ын құрайды. Сонымен бірге Қарағанды, Алматы, Оңтүстік Қазақстан облыстары республикада экономикалық белсенді емес халық саны бойынша көш бастап тұр. Сонымен бірге жұмыссыздық деңгейі 2015 жылдың бірінші тоқсанынан бері өзгермей 5%-ды құрады.